Сәлеметсіздер ме, гүлсүйер қауым? Бүгін біз қиын жағдайдағы орхидея гүлін қалай күтеміз, сол туралы айтпақпыз. Орхидея даналық, нәзіктік және ақсүйектік символы. Орхидея гүлін соңғы жылдары әр үйдің сүйікті гүлдеріне айналды. Бұлай болу себебі гүлі ашық түсті және ұзақ сақталады. Бөлме орхидеясын қалай күту жайында айтайық. Бөлме орхидеясы гүлдеу үшін ең негізгі фактор бұл жарық. Күн жарығы түсетін уақыт ұзақтығы 12-15 сағаттан күніге кем болмауы тиіс. Сондықтан қыста шамның да жарығын қолданған жөн. Екінші, орхидея бір қалыпты суаруды және ауаның жоғарғы ылғалдылығын қажет етеді. Ал үшіншіден, орхидея тек өсу кезінде ғана құнарландыруды қажет етеді. Мұндай кезде 2-3 апта бойы бір рет тыңайтқышпен құнарландыру қажет. Енді бүгінгі видеомыздағы негізгі тақырыбымызға көшейік. Менің осы әдемі орхидеямның жоғары жағына шыққан баласы, яғни деткасының өте отырғызғанда өте қиын жағдайға тап болған. Міне сол туралы қазір айтамыз. Осы орхидея гүлімнің жоғары жағына детка шыққан болатын, яғни кішкене жаңадан бөлініп бір орхидеяның баласы дейді ғой, енді кішкене өскіні шыққан болатын. Сол өскінді бір айдай гүлдің жоғарғы жағында ақырындап үлкейіп өсе берді аздап. Содан кейін оны мен кесіп алып, бөлек суға салып тамырлатқан болатынмын. Содан ол біраз тамырлап, 5-6 кәдімгідей әдемі тамыр шығып, солай өсіп келе жатқан. Одан кейін мен бұл баланы, яғни деткасын, бұтағын, кішкене жаңадан бөлек өсуге неғылып келе жатқан бұтағын апарып бөлек ыдысқа отырғыздым. Ол кезде мен арнайы осы орхидеяны егетін ірі талдардың қабығы болады ғой, сондай арнайы қабықты сатып әкеліп, бір ыдысқа егіп қойдым. Бірақ та менің күтімім дұрыс болмады ма, жоқ әлде суы дұрыс болмады ма, әйтеуір бұл орхидея әжептәуір жапырақ беріп келе жатқанда, жапырағы сарғайып, қурап, тіпті бір кішкене енді өсіп келе жатқаны шіріп кетті, былай суланып, езіліп, түсіп қалды өзінен өзі. Сөйтіп бұл жапырақсыз қалған болатын. Содан бері мінекей бірнеше ай өтті. Сол мынау детканы тамырлары тірі, байқасаңыздар, мынау қатты тірі, сосын мына жерде кішкене нүктешелері бар, яғни бүршіктері бар болғаннан кейін бұны мен бүгін жан сақтау бөліміне дейді ғой, яғни орыстар реанимировать етеміз дейді. Біз енді бұның жанын сақтап қалу үшін мен қолымнан келгенше тырысып көрмекшімін. Егер бұл өсіп кететін жағдай болатын болса, онда бұған әдемі, өздеріңіз алдағы көріп кеткендей, сондай жапырақ шығады. Бұны қимай жүрген себебімнің бірі де гүлі өте әдемі болған. Мінекей, гүлі өте әдемі болған, оны өздеріңіз көрдіңіздер. Сондықтан мен бұл орхидеяны қимайда жүрмін бір жағынан. Ал енді кірісейік орхидеяны реанимировать етуге. Так, ол үшін мен мынадай арнайы емес, енді осындай бір ыдысым болған. Осы ыдысты арнайы өзім осыған арнап отырмын. Алдымен бұның түбіне керамзиттерді бір қабат салайық. Керамзитті салып, бұлай барлығы да бір келкі неге болу керек. Кеше дүкеннен қажет нәрселерімді сатып әкелдім. Соның бірі мынау керамзит, мен ыдысқа салып қойдым.
өте жақсы, ірірек, сондай екен. Және бұл гүлді не қылу үшін, жанын сақтап қалу үшін мен мынандай сфагнум мүгін сатып алдым. Мох сфагнум деп атайды. Жаңағы үлкен супермаркеттен осыны сатып алдым. Одан кейін мынау тамырын не қылуға стимулятор корней дейді. Яғни тамырды өсуге жаңағындай қабілетін арттыратын осындай үш нәрсе сатып алдым. Енді осыны ары қарай жасап көрейік. Мінекей астына немізді салдық, керамзитті төседік, бір қабат. Енді мұның үстіне мынау дайындап қойған сфагнум, соны ақырын бір қабаттай жұқалап төсейік астына. Астына төсейміз. Бұл жаңағы біздің жаны сақтап қалатын жаңағы орхидеямыздың кішкене жаңағы бұтағының, яғни детка деп атайды орысшада, жаңағы соған былай қояйық. Енді мына орхидеяның жаңағы түбі бар. Бұны мен сақтап жүргенім бүршік шығатын түбі бар бүршік шығатын. Енді олар, білмеймін, енді бұлар әбден бұны жудым, марганцовкаға салдым. Енді болашақта көре жатамыз, қандай нәтиже шыққандығын сіздермен бөлісемін. Өзгерістер болып жатса, мінекей. Ал енді біз мынаның тамырын сфагнуммен ораймыз. Тамырын әдемілеп, жаңағы былай орап, әбден. Өйткені сфагнум дымқыл болса, бұлардың да жағдайы жақсы болады. Әрі жаңағы ауа өтіп тұрады ғой, мына сфагнумның арасынан әрі дымқыл болып тұрады. Дымқылды жаңағы ылғалдықты сақтап тұрады, әрі жаңағы ауа да өтіп тұрады арасынан. Так, енді мына қалған сфагнумды мұны да жаңағы жинақтап үстіне былай салып жіберуге болады. Бұлар дымқылданып, суланып тұр. Бұны жаңа арнайы алдын ала дайындадым. Енді әрі қарай не істейміз? Қазір енді мынау жаңағы айттым ғой, тамырды өсуіне жағдай жасайтын мынау арнайы осындай стимулятор корней дейді. Қазір осыдан мені жарты литр суға мен осындай азғана осылай себемін, бір шыншымдай. Осыны қазір араластырып жіберейік. Осылай әбден араластырамыз. 1 литр суға кішкене жарты шай қасықтай салады. Ал мен жаңағы жарты литр суға сол жарты шай қасықтың жартысындай салдым. 4-тен 1-інде қойыш. Ал енді осы судан аздап мынау жаңағы орхидеямыздың үстінен сфагнумға аздап 1-2 қасық болса жетеді. Соны құйып қоямыз. Ал енді мынау қалғанын басқа да гүлдеріме қолдана жатамын қазір. Мінекей біздің жаңағы орхидеямызды осылайша жан сақтау әдісін жасап, осыны қатарға қосам деп мен істемей жатқан нәрсем жоқ. Енді бұл соңғы үмітім, осыны жаңағы қолданып көремін. Болған нәтижелерді өздеріңізбен бөлісіп отырамын. Әр аптада мен сіздермен осындай гүлдерді өсіруге байланысты, гүлдерді үйде өсіруге байланысты әртүрлі нелеріммен жаңағы бөлісіп отырамын. Ұнап жатса, жаңағы сіздерге де осындай көмегі тиіп жататын болса, мен сіздерден жаңағы тіркеліп, анда-санда осындай қызықты гүл өсіруге байланысты нәрселермен бөлісіп отыруға шақырамын. Қош сау болыңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет.